Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі, және менің есімім Камила Әзе. Бүгін өтетін тақырыбымыз көне жазбалар деп аталады. Сабағымыздың мақсаты ежелгі жазбалар мен олардың мағынасы туралы білетін боламыз. Сабақта өтетін тірек сөздер ақпарат және жазу деп аталынады. Ертедегі ақпарат беру тәсілдерінің бірі сурет. Ежелгі адамдар тастарға сурет салған екен. Яғни бізде ежелгі адамдар бір-бірімен ақпарат алмасу үшін, бір-біріне хабар беру үшін, немесе өзінің ұрпақтарына үлгі, айтатын өсиеттері болса, оларды тастарға салып отырған, яғни сурет ретінде салып көрсеткен екен. Өзіңді сурет салынған үңгірді тапқан ғалыммын деп елестет. Тастағы суреттерге қарап не айтар едің? Балақай, мінекей бізде тастарда суреттер көрсетілген, соған анықтап назар аудара отырып, өзіңді ғалыммын деп есептеп, осы суреттерге қарай отырып, не ойлар едің? Бұл суретті салған адам бізге нені айтқысы келді, нені жеткізгісі келді, бұрынғы замандағы өмір қандай болды? Осы сұрақтарға өзің жауап іздеп көре ғой. Ежелгі адамдар жазуды қайда жазды деп ойлайсың? Жазу өте ерте заманда ойлап табылған. Адамдар оның көмегімен өз ойларын жеткізген. Олар жазуды саз тақтайшаларға, қайың қабығына, өңделген теріге және тастарға жаза білген. Яғни ол замандарда қалам мен қағаз болмаған. Сонда да олар табиғаттың әртүрлі тамашаларын пайдалана отырып, өзінің ойындағы ойын, өсиетін, айтқысы келген нәрселерін осы саз тақтайшаларға, қайың қабығына, өңделген терілерге, әртүрлі тастарға жазып қалдырып отырған. Бұл таста не жазылған деп ойлайсың? Сурет бойынша сұрақтар құрастыр. Бізде осы жазулар жазылған тастардың бірі көрсетілген. Осы суретке нақтылап, жақсылап қарай отырып, не жазылды деп ойлағаныңды бізге айтып бере ғой. Ертеде Қазақстанның аумағында түрік қағанаты құрылды. Олар өте үлкен және қуатты ел болған. Түріктердің өз жазуы болды. Оны қолбасшы күлтегіннің ескерткішінен біле аламыз. Саз немесе ермек саз бетіне символдар мен математикалық белгілерді қолданып, досыңа арнап хат жаз. Досың сенің хатыңды түсіне алады ма? Балақай, осы тәжірибені үйден орындап көр және досыңның не түсінгенін өзінен сұрап көр. Және бұл бізде өте қызық тапсырма болып табылады. Балақай, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.